Өмірді қиындатпа. Өміріңді қиындатпа деген сөзді естіген шығарсыз. Жеңіл өмір сүруді үйрен деп те айтып жатады. Оны қалай түсінеміз? Расында, көп жағдайда адам өз өмірін қиындатып, болмайтын кикілжіңді үлкен проблемаға айналдырып, айналасынан кінәліні іздеп, әуре сарсаңға түседі. Оның қажеті қанша деп ойланып көрдіңіз бе? Болатын нәрсе болады, болмайтын нәрсе қанша әуреге түссеңіз де болмайды. Шешім қарапайым. Ештеңені күрделендірмеңіз. Жеңіл, жайлы өмірге есік ашылады. Кейде біз белгілі бір мақсатқа жетуде де ұзақ, ауыр жолды таңдаймыз. Оны өзіміз түсінбей де қалуымыз мүмкін. Сондықтан асықпай, аптықпай барлық жолды саралаңыз. Бүгіннен бастап өзіңізге бұл мәселені шешудің ең оңай жолы, ең жылдам жолы қайсысы деген сұрақ қоюды әдетіңізге айналдырыңыз. Жақсылап ойланып, тас қатырып көрсеңіз, дұрыс жауабын міндетті түрде табасыз. Өмірде адамның екі таңдауы бар. Біріншісі, басқаларды кінәлап, бәріне өкпелеп, өмір азап, жолым болмады деп налый беру. Екіншісі, бүкіл сұрақтың жауабын өзіңнен іздеу. Өмірде бірдеңе дұрыс болмаса, кінәні де өзіңнен іздеу. Осы екі жолдың екіншісі ең дұрыс жол. Бұл жолды таңдағандар өзін жетілдіру жолында жүрген адамдар деп білемін. Өмірді жеңіл қабылдау деген оған ат үсті қарау, толқын қайда барса сонда жүзе беру деген сөз емес. Ағынмен өлі балықта жүзеді. Сау қомақты қаржы болған қаласаңыз, құмар ойындарды ойнау керек дегеннен аулақ болыңыз. Өмір сүру қаншалықты қиын болса да, оны жеңілдете біліңіз. Позитив оймен, түзу ниетпен, адал еңбекпен, өмірге деген сүйіспеншілікпен кез келген қиындықты жеңуге болады. Мұның бәрі өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.